Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте тез дайын болатын әрі дәмді болып шығатын тауықтың төс етінен тағам дайындайтын боламыз. Сливочный соуспен жасаймыз. Қыздар, өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен тауықтың төс етін алып жақсылап жуып аламыз, тазалап. Содан соң осылай видеодағыдай жалпақ және де қатты жіңішке етпей бөліктерге бөліп алатын боламыз. Қыздар, егер де бұл жерде үлкен филені тапсаңыздар, соны қолданған өте әдемі болады, өйткені ол жуан жалпақ болып кесілетін болады. Мен осылай 2 штугын алдым. Мен кішкентай болғандықтан үйіңіздегі адам санына байланысты қоса бересіздер. Содан соң қалауыңызша кез келген приправалармен маринадтап қоямыз. Мен мұнда тұз қостым және де паприка. Содан соң қара бұрыш, қызыл бұрыш қоссаңыздар да болады, және де кез келген өзіңізге ұнайтын приправаны қоссаңыздар да болады. Соңынан сұйық майды құйып, барлық жеріне біркелкі жеткілікті етіп жағып шығамыз. Өте керемет болып шығады сол кезде. Содан соң 5-10 минутқа маринадпен қалдыра тұратын боламыз. Құрметті көрермен, менің видеоларым ұнап жатса, каналыма қолдау білдіріп, лайк басып, тіркеліп, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыз. Жаңағы дайындап қойған төс еттерді қуыратын боламыз. Табамызға майды құйып жақсылап қыздырып аламыз. Содан соң барлығын осылайынан орналастырып, екі бетін кезекпен аудара отырып, жақсылап қызартып қуырып алатын боламыз. Еттерімізді осылайша жақсылап екі бетінен қайта-қайта аудара отырып қызартып қуырып алдық, қыздар. Және де бұл еттерді бөлек ыдысқа алып аламыз. Содан соң осы табамыздың үстінен сары майымызды салып, пиязды және де чеснокты салып жақсылап қуыратын боламыз. Жақсылап осылайша қызартып қуырып алдық. Міндетті түрде қыздар сары май салуды ұмытпаңыздар, сол кезде өте керемет болып шығады. Пиязымыз бен чеснок қуырылып болғаннан соң сливкиді құямыз. Кез келген 30-33% сливки жарайды. Осылайша құйып аламыз. Сливки аз болса үстінен тағы да қоссаңыздар болады. Бір араластырып, содан соң үстінен кішкене ғана бір кружкаға жартысынан ғана су құятын боламыз. Табамызға суды құйып болғаннан соң газдың астын орташа отқа қоямыз және де жаңа қуырып алған тауықтың төс еттерін табамызға орналастырып шығамыз. Қыздар, мен осы кезде ұмытып кетіппін. Жаңағы тауықтың төс етін салмай жатып, жаңағы біздің сливки құйған соусымызға тұз, дәміне қарай бұрыш, паприка қосуды ұмытпаңыздар. Мен соңынан қостым, неке видеоға түспей қалды. Соңынан қосып жіберсеңіздер де болады. Паприка, қара бұрыш, тұз, өзіңізге ұнайтын приправаны қоссаңыздар болады. Мінекей қыздар, біздің жаңағы сливочный соуста тауықтың төс еттері осылайша дайын болды. Өте керемет болып шығады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыздар, бұл тағамды қалауыңызша кез келген салатпен ұсынсаңыздар да болады. Мен мұнда фримен ұсынатын боламын. Картошкаларымызды жақсылап салқын суға крахмалын кетіріп жуып аламыз. Содан соң жаңағыдай фри сияқты етіп турап аламыз және де үстінен міндетті түрде жақсылап кептіріп алу қажет, қыздар. Үстінен осы картофель фриға арналған приправа, кішкене тұз, содан соң картоп крахмалын салып, осылайша жақсылап араластыратын боламыз. Қыздар, фриді пісірген кездегі ең басты керек зат, ол бізде фри жақсылап кебуі қажет. Егер де біздің картошкаларымыз жаңағы судан алынғаннан соң жақсылап кеппесе, майға салып қуырған кезде дұрыс піспейді және де майымызды көпіршітіп жіберетін болады. Мен де мұнда толықтай кепкен жоқ, мен сразу жасап жатырмын. Сол үшін де осылай аз-аздан салып жасайсыздар және де толық кеппегеннен соң оның пісуі де ұзақтау болып осылай күйіңкіреп шығады. Сол үшін де фри жасағанда міндетті түрде картошканы толықтай кептіріп аламыз. Сол кезде сіздің фриіңіз сап-сары, өте әдемі, арасы жұмсақ әрі сырты қытырлап тұратын болады. Фри жасағанда мінекей қыздар, өздеріңіз көріп отырсыздар, толық кептірмесеңіздер ұзағырақ пісіресіздер. Сол себепті де
сырты кішкене күйіңкіреп қалады. Сол үшін міндетті түрде ұзағырақ картошканы толықтай кептіреміз. Мінекей қыздар, біздің тағамымыз дайын болды. Тарелкаңызға осылай салып ұсына бересіз. Кішкене осылайынан турап қойсаңыздар өте керемет болып тұрады. Кез келген салатпен ұсынсаңыздар да болады. Бетіне соусын құйып қойдық. Өте керемет әрі тез дайын болатын тағамдардың бірі. Қыздар, дәмі деген сөз жоқ, керемет болып шығады. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер қыздар. Видеоларым ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, каналымның дамуына үлесіңізді қосып, тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.